Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сайын Мұратбеков «Тел өскен ұл» повесінен үзінді. Бүгінгі сабақта көркем шығарманы тыңдап, басқа өнер туындысымен салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасайсыз. Негізгі және астарлы ойды анықтайсыз. Диалогты құрастыруда оқшау сөздерді пайдалануды білесіз. Монолог пен диалогты құрастыруда сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формасын орынды қолданасыз. Жаңа сөздер: толқу, абыржу, волнение, әбігер, суматоха, сыр бермеу, не выражать, не показывать, дауысы жарықшақтану, невнятный голос, абдырап тұрды, была в замешательстве, көздері жасқа толып, глаза наполнены слезами, құшақтарын ашу, раскрыть свои объятия. Тапсырма: балалар, аудиомәтінді мұқият тыңдаңыздар. Үйден Қалиша шықты. Бұл жасы 70-ке таяп қалған, кескін келбеті қартайса да, кесектігімен көрікті, мінезі де түріне сай кесек адам. Бірақ дәл қазіргі күйі оның қатты толқу, абыржу үстінде екенін танытады. Өзі сыр бермеймін дегенімен дауысы жарықшақтанып, дірілдей шығады. «Көрінбей ме?» деп сұраған ол, үй төбесінде қарауылда тұрған немересі Сапардан. «Көрінбейді», деді Сапар. «Не боп қалды екен мұнша кешігетіндей? Әлде шешеңмін дегені басқа бір бөтен әйел болып шығып, соның әлегімен әбігер болып жүрме екен бәрі де? Ондай да болады ғой», деген Қадиша өзін-өзі жұбатқандай. «Әй, әжай, неге бүйтіп күдіктене бересіз? Жазған хатында да, телеграммасында да біздің Сергейдің шешесі екенін ап-анық етіп айтқан ғой», деді Сапар. «Сергейдің шешесі дейді ғой? Әй боқмұрын, сен де білгішсіне қалдың-ау», деп тістене сөйлеген Қалиша немересінің сөзіне өкпелегендей үйге қайта кірді. Үй ішінде көзінің жасын ірке алмай, өзінен өзі күңкілдей сөйлеп жүр. Әдіре қалғыр, ержетіп азамат болған балаға дап-дайын шеше бола қалуын. Ескі кебеже сандықты көп ашып, ішін ақтарыстыра бастады. Кішкентай баланың бір сыңар бәтеңкесін және сарғайған бір суретті тауып алды. «Әй, Серке, қалай ғана көзім қойып, мен сені бөтен бір әйелге жетектетіп жіберем. Соның саған тіпті еш туыстығы да жоқ шығар, ә? Іздеп тапса, баяғыдан бері қайда жүрді ол?» Суретке қарап отырған Қалишаның көзі жасқа толған. Мәшинеден түскен Евдокия әуелі сәл абдырап тұрып қалды да, өзіне Қалиша таяп келген кезде екеуі де көздері жасқа толып, бір-біріне құшақтарын аша берді. Бірі орысша, бірі қазақша сөйлеген күйі екі ана бір-біріне мұңдарын шаққандай көздерінің жастарына ерік берген еді. Келесі тапсырма: аудиомәтін мазмұны бойынша кестеде берілген сөйлемдердің мәтінге байланысты жерін табыңыздар. Қалиша әжені сипаттауы. Қалиша әженің Сергейді қимауы. Екі ананың кездесуі.
Енді жауаптарға назар аударайық. Жасы 70-ке таяп қалған, кескін келбеті қартайса да, кесектігімен көрікті, мінезі де түріне сай адам. Әй, серке, қалай ғана көзім қиып, мен сені бөтен әйелге жетектетіп жіберемін? Мәшинеден түскен Евдокия әуелі сәл абдырап тұрды да, өзіне Қалиша таяп келген кезде, екеуі де көздері жасқа толып, бір-біріне құшақтарын аша берді. Енді мәтінде кездесетін сөздердің түсіндірмесіне назар аударыңыздар. Кесектігі, ірілігі, сыр бермеу, білдірмеу, жарқышақтану, дауысы көмескілене шығу, әбігер, әлекке түсу, мұң шағу, қайғысын айту, кебеже, керек, аса қадірлі затты салатын сандық. Енді ой түрткі сұрақтары. Қалиша әже неге толқыды? Ол кісі сандықтың ішінен нені тауып алды? Ол кімнің суреті еді? Қалиша әже мен Евдокия әже не себепті жылады? Қос ананың тағдырын не байланыстырады? Қазір балалар әрбір сұраққа бір сөйлеммен жауап ойлаймыз. Енді фильмнен үзінді тамашалаймыз. Сізге не болды? Жүрегіңіз бе? Ештеңе етпейді. Қазір басылады. Евдокия Михайловна Филиппова. Сізді балаңыз аэровокзалдан шыға беріс есікте күтіп тұр. Қайталаймын. Евдокия Михайловна Филиппова. Маған айтқан сияқты ма? Сізді балаңыз аэровокзалдан... Шығатын есігі қай жақ? Жүріңіз, мен сізді ертіп барайын. Ой, балам-ау, Сережа, сен бісің? Жоғалғаным табылды. Құдайым-ай, ризамын, арманым жоқ. Мына кісінің заттары. Тапсырма. Фильм үзіндісі бойынша досыңмен оқшау сөздерді пайдаланып, диалог құрастыр. Сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формасын орынды қолдан.
Тапсырма. Аудио мәтін мен фильм үзіндісін салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасаңыз. Негізгі және астарлы ойды анықтаңыз. Жауап үлгісі. Тақырыбы. Аудиомәтін. Қос ананың мұңы. Көркем фильм. Тел өскен ұл. Негізгі ойы. Аудиомәтін. Өзі тумаса да туғанындай асыраған серкеге деген аналық махаббаты. Көркем фильм. Соғыс салған зұлматтың кесірінен қапияда айырылып қалған баласымен кездескендегі ана сағынышы. Астарлы ой. Аудиомәтін. Мейірімді ана құшағына бәрі сияды. Көркем фильм. Халық арасындағы достық қарым-қатынас, ұрпақтар сабақтастығы. Келесі тапсырмаға көшейік. Мәтінге байланысты сөздерді тап. Жауаптары. Сайын, Серке, Сергей, Қалима, Евдокия. Енді балалар, мейірімділік әлемді құтқарады тақырыбында монолог жазамыз. Жауап үлгісі. Мейірімділік әлемді құтқарады. Біз қазір мектеп жасындамыз. Дегенмен, біз де айналамызға мейірімділік көрсетіп, жақсылық жасай аламыз. Мейірімділік әрбір жанның бойында бар қасиет. Адамның өмірінде түрлі жол айырығы кездеседі. Оны жолдан тайдыратын кедергілер жолығады. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүруге тырыспау керек. Өзімізге бір күнде жақсылық жасауға шарт қойып, соны орындауға ұмтылуымыз керек. Мейлі, ол болмашы ғана дүние болсын, сонда да ол сіздің жүрегіңізге үлкен қуаныш ұялатады. Сіздің жақсылықтарыңыз жиналып, жан рахатыңызға айналады. Әркім жақсылық жасауды өзінен бастап, оны өзгелерге насихаттауға тиіс. Сонда жақсылықтың жібі ешқашан үзілмей жалғаса бермек. Балалар, қос жазба күнделігі арқылы бүгінгі сабаққа пікір білдіріңіз. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.